Достар, бүгінгі тарих, қоғамдағы қате түсінік пен нақты медициналық шындықтың арасындағы қайшылық туралы. Бұл Ботагөз есімді келіннің тарихы. Соңына дейін тыңдаңыз, өйткені мұнда кінәні дұрыс жерден іздеудің қаншалықты маңызды екені туралы үлкен сабақ бар. Ботагөз Көкшетау қаласында қарапайым отбасында дүниеге келді. Ол университетте экономика мамандығын алды, содан кейін банкте кредит маманы болып жұмыс істей бастады. 25 жасында ол Асхат есімді жігітпен танысып тұрмыс құрды. Асхаттың анасы Мәриям апай ұлының жалғыз мұрагерін көруге асыға күтетін, дәстүрлі көзқарастағы әйел болатын. Той өткеннен кейін Ботагөз бен Асхат дереу бала жоспарламады, себебі олар алдымен өз мансаптарын, қаржылық тұрақтылығын нығайтқысы келді. Бірақ бұл шешім Мәриям апайдың көңілінен шықпады. Екінші жылдан бастап Мәриям апай немере туралы сұрақтарды үнемі қоя бастады. Қашан немере сыйлайсыңдар, мен де немере сүйгім келеді деп ол жиі айтатын. Ботагөз бен Асхат алғашында бұл сұрақтарды жеңіл қабылдады. Ана, әлі уақыт бар, біз дайын болғанда сізге хабарлаймыз деп жауап беретін. Үшінші жылы Ботагөз бен Асхат ақыры бала жоспарлауға шешім қабылдады. Бірақ бір жылдан кейін де жүктілік болмады, бұл Ботагөзді алаңдата бастады. Ол дәрігерге барып тексерілуге шешім қабылдады, ал Мәриям апай бұл кідірісті байқап, өз күдігін ашық білдіре бастады. Неге сендерде әлі бала жоқ? Мүмкін Ботагөзде бір мәселе бар шығар деп Мәриям апай туыстардың алдында ашық түрде сұрақ қоя бастады. Бұл сөздер Ботагөзді қатты ұялтты, себебі бала болмауы көбіне интимдік, жеке мәселе, ал Мәриям апай мұны ашық талқылауды жөн көретін. Медициналық тексерулер барысында дәрігерлер Ботагөзде ешбір репродуктивті мәселе жоқ екенін анықтады. Бірақ дәл осы уақытта Асхатты тексеруден өтуге ұсыныс жасалғанда ол алғашында бас тартты, себебі ол дәстүрлі қоғамдық көзқарас бойынша мәселе әрдайым әйелде болады деген қате түсінікте болды. Мәриям апай бұл ұсынысқа тіпті одан сайын қатты қарсы шықты. Менің ұлымда ешбір мәселе болуы мүмкін емес, мәселе Ботагөзде деп ол категориялы түрде мәлімдеді, ешбір медициналық негізсіз. Ол тіпті көрші құрбыларының арасында менің келінімде бала болмайтын шығар деген өсек тарата бастады. Осы қысымнан кейін Ботагөз қайта-қайта әртүрлі дәрігерлерден толық тексеруден өтті, бұлардың бәрі оның толық денсаулықты, репродуктивті жүйесінің қауіпсіздігін растады. Бірақ Мәриям апай бұл нәтижелерге де сенбеді, ол дәрігерлер қателесуі мүмкін деп өз пікірінде қатты тұрды. 4-ші жылы Мәриям апайдың қысымы шегіне жетті. Ол Асхатқа ашық түрде: егер Ботагөзде бала болмаса, сен онымен ажырасуың керек. Біздің әулетіміздің жалғасы болуы керек, ал ол саған мұрагер бере алмайды деп мәлімдеді. Бұл сөздер Ботагөз үшін ғана емес, Асхат үшін де үлкен соққы болды. Асхат анасының бұл ұсынысына қатты қарсы шықты. Ана, Ботагөзде ешбір мәселе жоқ, дәрігерлер мұны толық растады. Мүмкін мәселе менде болар. Мен сізден мұндай сөздерді айтпауыңызды сұраймын деп нақты жауап берді. Бұл Асхаттың алғаш рет анасының ескі көзқарасына нақты қарсы шыққан сәті болды. Мәриям апай бұл жауапқа қатты ашуланды. Сен қалай өз анаңа осылай сөйлей аласың, сен өз әйеліңнің жағында тұрасың ба деп кінәлады. Отбасында үлкен дау туды, көптеген туыс дәстүрлі көзқарасты ұстанып Мәриям апайдың жағында тұрды, ал кейбіреулері Ботагөз бен Асхаттың жағын алды. Осы қиын кезде Ботагөз қатты психологиялық қысымда болды, ол өзін кінәлі сезінетін, тіпті ол медициналық тұрғыдан толығымен дені сау болса да. Ол репродуктивті психологпен кеңесуге шешім қабылдады. Психолог оған: бала болмауы көбіне екі жақтың да мәселесі болуы мүмкін, немесе ол ешкімнің мәселесі болмауы да мүмкін, тек уақыт мәселесі. Сіз дәрігерлердің толық тексеруінен өттіңіз, сіз кінәлі емессіз деп қолдау көрсетті. Осы кеңеспен қаруланып Ботагөз Асхатпен бірге оны да толық тексеруден өтуге көндірді. Асхат ақыры толық андрологиялық тексеруден өтті және нәтиже отбасын түбегейлі таң қалдырды.
Дәрігерлер Асхатта спермограмма нәтижелері бойынша елеулі мәселе бар екенін анықтады. Бұл олардың жүктілікке жете алмауының нақты себебі. Бұл нәтиже Мәриям апай үшін үлкен соққы болды. Ол ұзақ жылдар бойы ешбір негізсіз толығымен ботагөзді кінәлап келген. Ал шын мәнінде мәселе оның өз ұлында болған екен. Асхат бұл нәтижені анасына хабарлағанда ол алғашында сенгісі келмеді. Бұл қате шығар, мен сау адаммын деп жоққа шығаруға тырысты. Бірақ дәрігерлер нақты, толық медициналық дәлелдермен бұл нәтиженің дұрыс екенін растады. Асхат өзінің жағдайын емдеу үшін дәрігерлердің ұсынысымен арнайы емдеу курсынан өтуге шешім қабылдады. Ол сондай-ақ анасына ашық түрде: «Ана, сіз ұзақ жылдар бойы дәлелсіз ботагөзді кінәладыңыз. Мәселе менде болды. Мен сізден оған кешірім сұрауыңызды талап етемін» деп нақты айтты. Мәриям апай бұл шындықпен бетпе-бет келгенде қатты ұялды, қиналды. Ол ботагөзге барып: «Мен саған қатты әділетсіздік жасадым. Мен дәлелсіз тек ескі көзқараспен сені кінәладым. Мен қате болдым, мен сенен кешірім сұраймын» деп ашық мойындады. Ботагөз бұл кешірімді естігенде аралас сезім кешті. Ол бір жағынан өз кінәсіздігінің дәлелденгеніне жеңілдік сезінді, екінші жағынан ол ұзақ жылдық психологиялық қысымның зардабында сезінді. «Ана, мен сізді кешіремін, бірақ мен сіздің маған жасаған әділетсіздігіңізді оңай ұмыта алмаймын» деп ол ашық жауап берді. Осы оқиғадан кейін Асхат дәрігерлердің ұсынған емдеу курсын толық аяқтады. Бір жылдан кейін ботагөз жүкті болды. Бұл отбасы үшін үлкен қуаныш болды. Бірақ бұл жолы Мәриям апай бұл жетістікті толығымен басқаша түсінікпен қарсы алды. Ол енді бұл жүктіліктің ешбір ырыммен немесе жаман тілекпен байланысты болмағанын, бұл таза медициналық процесс екенін терең түсінді. Қыздары дүниеге келгенде Мәриям апай шексіз қуанышпен немересін қарсы алды. Ол енді ботагөзге деген қатынасын түбегейлі өзгертті. Ол оны толық қызым ретінде қабылдады. Оның медициналық жағдайлар туралы кез келген мәселеде дереу дәрігерге жүгінуді ұсынатын болды. Жылдар өте келе ботагөз өз тәжірибесінен басқа елдерге де көмек көрсете бастады. Ол бала таба алмаудың көбіне екі жақтың да мәселесі болуы мүмкін екенін, әрі бұл мәселені тек әйелге артудың қаншалықты әділетсіз әрі медициналық тұрғыдан дұрыс емес екенін түсіндіретін ақпараттық науқанға қатысты. «Мен білемін, көптеген қоғамда бала болмауы автоматты түрде әйелге артылады. Бірақ медициналық тұрғыдан дұрыс емес. Статистика бойынша бала болмауының шамамен жартысы ер адамдардың репродуктивті денсаулығына байланысты болады. Мен осы шындықты көбірек адамға жеткізгім келеді» дейді ботагөз. Мәриям апай да өз кезегінде өз ауылдастарына, туыстарына өз тәжірибесін ашық бөліседі. «Мен қатты қателестім, мен ескі, дәлелденбеген көзқараспен өз келінімді кінәладым. Мен енді барлығына кез келген медициналық мәселеде алдымен дәрігерге, ғылымға сенуді кеңес беремін» дейді ол. 10 жылдан кейін ботагөз бен Асхаттың 2 баласы бар. Отбасы толық үйлесімде өмір сүреді. Мәриям апай немерелерін шексіз жақсы көреді, әрі ол енді ешқашан дәлелсіз ешкімді кінәламауға тырысады. Бір сұхбатында журналист ботагөзден: «Сізге ең қиыны не болды?» деп сұрағанда ол былай деп жауап берді: «Бала таба алмау мәселесінің өз емес ең қиыны. Ең қиыны дәлелсіз, тек ескі көзқараспен кінәлі болу, әрі бұл кінәні дәлелдеу үшін ұзақ жылдар күресу еді. Бірақ мен түсіндім, шындық ерте немесе кеш медициналық факт арқылы ашылады, тек шыдамдылық керек». Достар, ботагөздің тарихы бізге маңызды нәрсені үйретеді. Бала таба алмау мәселесінде кінәні автоматты түрде әйелге артудың қаншалықты әділетсіз әрі медициналық тұрғыдан дұрыс емес екенін. Мұндай мәселелерде екі жақтың да тексерілуі шындықты дәлелдеудің жалғыз дұрыс жолы. Егер сіз де қазір осындай орынсыз кінәмен немесе қоғамдық қысыммен күресіп жатсаңыз, білесіз бе, медициналық факт, ғылыми дәлел әрдайым ескі, дәлелденбеген нанымдардан күштірек.
Видео сізге ұнаса, лайк басып пікір қалдырыңыз, достарыңызбен бөлісіңіз. Арнаға жазылуды ұмытпаңыз, өйткені алдағы уақытта тағы да көптеген жүрекке жақын тарихтар күтіп тұр. Келесі видеода көріскенше аман болыңыздар, достар. Ботагөздің тарихына қайта оралайық, себебі мұнда әлі айтылмаған кейбір маңызды сәттер бар. Асхаттың өз ішкі күресі де терең еді. Ол өзінің медициналық жағдайын білгенде қатты ұялды, өзін толық ер адам емеспін деп сезінді. Мен репродуктивті денсаулықтың еркектің ерлігімен байланысты емес екенін түсінуім керек еді. Бұл таза медициналық мәселе, ол мені кем етпейді дейді ол кейінірек. Психологтың рөлі де маңызды болды. Ол тек Ботагөзге ғана емес, кейінірек бүкіл отбасына репродуктивті денсаулық туралы дұрыс ғылыми ақпарат беруде көп көмектесті. Мен көп отбасымен жұмыс істедім, мен білемін, бұл тақырыптың қаншалықты сезімтал, әрі қоғамда қаншалықты көп қате түсінік бар екенін дейді психолог. Осы тарихтың терең мәні мынада: репродуктивті денсаулық мәселелерінде кінәні автоматты түрде бір жаққа, әсіресе әйелге артудың ғылыми негізі жоқ, әрі бұл қосымша орынсыз психологиялық ауыртпалық тудырады. Ботагөз бізге көрсеткендей, шындықты дәлелдеу үшін медициналық факт, ғылыми зерттеу ең сенімді құрал. Достар, бұл тарихты тыңдағаныңызға көп рахмет. Лайк басып пікір жазып бөлісіңіз. Арнаға жазылыңыз, келесі бір жүрекке жақын тарихпен көріскенше аман болыңыздар. Ботагөздің тарихынан алынатын тағы бір маңызды сабақ, ерлі зайыптылардың бірлесіп, екеуі де тексерілуінің қаншалықты маңызды екені. Көптеген отбасы, дәл Асхат сияқты, алғашында тек әйелге тексеру ұсынады, ал ер адам тексеруден жалтарады, себебі бұл қоғамда әлі де сезімтал тақырып. Мен енді әрбір жас жұбайға бала жоспарлағанда екеуі де бірге тексерілуін кеңес беремін. Бұл ұялатын нәрсе емес, бұл жауапкершілік дейді Ботагөз. Мәриям апай қазір өз ауылында жас келіндерге қатысты дәл осындай қате көзқараспен күресетін басқа ене апаларға да ашық сөйлеседі. Мен өз қателігімді жасырмаймын, мен оны ашық айтамын, себебі мен басқа келіндердің менің Ботагөзім көрген қиындықты қайталамауын қалаймын дейді ол. Асхат та өз тәжірибесін достарына, әсіресе жаңа үйленген жас жігіттерге бөліседі. Мен ерлердің репродуктивті денсаулық туралы ашық сөйлесуден қорықпауын қалаймын. Бұл әлсіздік емес, бұл есейгендіктің белгісі дейді ол. Ботагөз бен Асхаттың үлкен қызы, қазір 8 жаста, отбасының бұл тарихын әлі толық білмейді, бірақ ол ата-әжесінің, ата-анасының арасындағы жылы, сүйіспеншілікке толы қарым-қатынасты көреді. Біздің отбасымыз қиын жолдан өтті, бірақ біз ақыры ақиқат пен сүйіспеншілікке негізделген мықты отбасы құрдық дейді Ботагөз қорытынды түрде. Видео сізге ұнаса, лайк басып пікір қалдырыңыз, достарыңызбен бөлісіңіз. Арнаға жазылуды ұмытпаңыз, келесі бір жүрекке жақын тарихпен көріскенше аман болыңыздар.